Bir қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербеткен нәзік жандылар бүгінде түрлі саланы тізгіндеп, жеке кәсіпті де еркін дөңгелетіп отыр. Осыған орай облыста 3-ші жыл қатарынан еңбегі жанған арулар атты конкурс өткізіліп келеді. Бұл байқауда өз саласында аянбай еңбек етіп, елеулі жетістіктерге жеткен қыз-келіншектер өзара сынға түседі. Бүгін облыстың үздік еңбек арулары өңір әкімінің марапатына ие болды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сіздерді ақылы мен ажары, даналығы мен даралығы үйлескен қазақ әйелінің жалғасы деуге болады деген сөзі осы қауымдастығының миссиясын, әйелдердің қоғамдағы рөлін айқын сипаттайды. Қауымдастық әйелдерге кәсіп ашуға, дамуға, білімін жетілдіруге және өнімдерін халықаралық нарыққа шығаруға қолдау көрсетіп келеді. Оның жобалары мен бағдарламалары әйелдердің мүмкіндігін кеңейтіп, ел экономикасы мен қоғамға қосқан үлесін арттыруға бағытталып отыр. Байқауға 300-ге жуық нәзік жандылар қатысты. Олар құрылыс, байланыс, телекоммуникация, білім беру, темір жол, денсаулық сақтау, мәдениет, машина жасау және жеке кәсіп сияқты салалардың үздіктері. Өз саласында үздік деп танылғандардың бірі Индира Иванова. Ол байланыс саласында талмай 14 жыл еңбек етіп келеді. Халыққа қызмет көрсетіп жатырмын, және де цифрлық қызметтерді дамытып жатырмыз әр салада. Бүгін мен осы үлкен шарада қатысып жатырмын, жеңімпаз атандым, өз мамандық бойынша өте қуаныштымын. Биыл бір ауыл бір өнім жобасы бойынша финалист атандым, және 5 миллион грант ұттым. Осы мінекей көріп тұрғандарыңыздай әртүрлі ұлттық өнімдерден тойбастар жасаймын. Соларды әртүрлі банбанер кей түрінде және де шай дастарханында көптеген түрлері бар. Енді биылғы 2025 жылы отқан грантымыз бойынша қазір енді дүкен ашайын деп жатырмын. Сол алда жоспарлар өте көп, өте қуаныштымын. Осындай 250-ден астам осы сайысқа қатысушылар болды деп жатыр. Соның ішінен 30 үздікті таңдады. Соның біреуі болғаныма өте қуанамын. Еңбегі жанған арулар байқауы келер жылы да жалғасын таппақ. Бүгін 30 ару облыс әкімінің марапатына ие болып, өз саласының үздігі атанды. Сергей Лукашин, Аслан Ермекбай, Қарагөз Мақатова, Алау телеарнасы.